Сәлем менің оқырмандарым. Баршаңызға да қайырлы күн. Бүгін енді мен миома, киста, эрозияға байланысты сұрақ қойған оқырмандарыма жауап бергім келеді. Көбі менен сұрапты, сіз дәрігерсіз бе, қалай емделуге болады деп. Мен дәрігер емеспін. Бірақ осы видеомда мен сіздерге айтқым келеді. Біздің мына Алла тағала жаратқан бойымыздағы тәнімізде, жанымызға, әу баста Алла тағала жаратқан кезде бізді өзіміз емдейтіндей қылып жаратқан. Біз өзімізді емдей аламыз. Мысалы, жан жануарларды алатын болсақ, жан жануарлардың емдеп алатын дәрігері жоқ. Олардың арасында дәрігер қоян, дәрігер аю, немесе дәрігер түйе деген жоқ қой оларда, Міне, сол сияқты біздер де өзіміз емдеп алуға мүмкіндігіміз бар. Өкінішке орай, біздер қазір мына әлемді материалдық тұрғыдан жаулап алғысы келетін бір адамдардың кесірінен өзіміздің бойымыздағы қабілетімізден, қасиетімізден айырылып қалғанбыз. Бізде иммунитет деп аталатын үлкен күш бар. Сол күш бізді барлық уақытта қорғап тұрады, әрі бізді емдейтін оның қасиеті бар. Және де сонымен қоса біздерде ой деген құдірет бар. Сана деген құдірет бар. Біз осы ой санамызды қолданбай жүрміз. Сіз егерде тек қана медицинаға бара беріп, өзге біреуге бара беріп, емделгенмен өзіңіздің ой санаңызды емдемейтін болсаңыз, сіз ешқашанда емделмейсіз. Түсіндіңіз бе? Ешқашанда емделмейсіз. Ауру ең бірінші ол тәнде болмайды. Ауру ең бірінші санадан басталады, ойда басталады. Негізінде ауру адамды, біздер көбіне ойлаймыз, ауырсақ өліп қаламыз деп та. Ауру бізді өлтіру үшін немесе қинау үшін берілген ештеңе жоқ. Ауру бізді тек қана өзімізге өзіміз мән берсін. Өзіміздің болмысымызға, өзіміздің ойымызға, өзіміздің не істеп, не қойып жүрміз, соны түсінсін деген мақсатта берілген. Эрозия, миома, киста дегендер, сіздер менің алдыңғы видеоларымды қарайтын болсаңыздар, бұл жерде сіз көп нәрсені түсінер едіңіз. Яғни бұл аурулар адамның дұрыс ойланбауынан болады. Дұрыс ойланбағанда, әсіресе соның ішінде ер адамға деген реніштен пайда болады. Сіз қаншалықты ер адамға ренжи бересіз, ер адамға қаншалықты талап қоя бересіз, ер адамға қаншалықты мінеп сынай бересіз, сіз соншалықты ауыра беретін боласыз. Сондықтан да өзіңізге бір сәт мән беріңіз. Сіз кімге өкпелеп жүрсіз? Баяғы өмірден өтіп кеткен әкеңізге өкпелеп жүрсіз бе? Ағаңызға өкпелеп жүрсіз бе? Күйеуіңізге өкпелеп жүрсіз бе? Соны түсініңіз. Және де осы жерде тағы ескеретін нәрсе, сізді ренжіткен адамның барлығы да сізге негізінде жақсылық жасады. Яғни әрбір істің, әрбір аурудың қайыры бар дейді. Сол айтқандай, бұл сол адамның сізді ренжітуі, ол сіз үшін қайырлы. Яғни ол адам сіздің ішіңізде, сіздің әлі өзіңізбен жұмыс жасау, яғни өзіңізбен жұмыс жасамағандығыңызды білдіреді. Яғни сіз өзіңізге мән бермегеніңізді білдіреді. Мына Мәулана Руми деген үлкен шығыстың данышпан кісісі айтады. Негізінде дейді, адамның жүрегі жараланбайды дейді. Адамның жаман мінезі жараланады дейді. Яғни сіз біреуге ренжідіңіз, жүрегіңіз жараланды. Бұл жерде жүрегі жараланып отқан жоқ. Бұл жерде сіздің жаман мінезіңіз жараланып отыр. Яғни сізде жаман мінез бар деген сөз. Жалпы
сіздің әрбір ойыңыз, сіздің әрбір әрекетіңіз, әсіресе сіздің ойыңыз біздің ішімізде қозғалыс тудырады. Мысалы, қазақ бекерден бекер айтады, талағы жарылыпты, өтің жарылмасын деп айтады, немесе жүрегім жарылып кетті, жүрегім жарыла қуандым. Қарап отырсаң, оның бәрі де бекерден бекер айтылған жоқ. Яғни сіз біреудің сөзін қабылдай алмайтын болсаңыз, ол сөз деп отқанымыз энергия. Яғни сіздің сол тұста талағыңыз, ол жерде талақта энергия айналып жату керек. Талақ негізінде бізді мына бауырда қан фильтрация жүріп жатады. 220 градуста біздің ішкен жеген тамағымыз біздің бойымызда бауырға түскен кезде ол қанға айналады. Ол қанды бауыр фильтрация жасайды, яғни әбден стерилизация жасап, сосын барып оны бойға таратады. Міне сол ыстық бар жерде міндетті түрде ол жерден бу шығады. Міне сол буды біздің миымызға дейін жеткізетін осы талақ екен. Көрдіңіз бе? Талақтың қандай функциясы бар. Сонымен сіздің әрбір ренжіген тұсыңызда сол талаққа салмақ түсе береді. Сіздің әрбір адамға ренжіген кезде әрбір органыңызға салмақ түсе береді. Негізінде ол жердің энергиясы күшті ағып жату керек, өзінің ағымына қарай, өзінің ретіне қарай ағып жату керек. Бірақ өкінішке орай, сіздің ашу ызаңыз, ренішіңіз, кегіңіз ол ағып тұрған қанды кері айдай береді. Кері айдай берген қан ол ауруға айналады. Әрбір клеткаға негізінде қан барып тұру керек. Өзінің айналатын реті болады. Мысалы, біз үйімізде жылуымыз бар да. Енді мына қалаларда тұрып общий жылуға түсетіндер енді түсіне бермейтін шығар, бірақ жеке үйі бар адамдар түсінеді. Яғни циркуляция деген болады. Мына үйдегі отопление дұрыс құрылса, өзінің циклімен дұрыс жұмыс жасайтын болса, ол үйді жылытады. Сол сияқты біздің ішімізде де қанның циркуляциясы бар, энергияның циркуляциясы бар. Сол энергияның циркуляциясына дұрыс жүрмейтін болатын болса, онда біздің ішімізде ауру туындай береді. Міне сондықтан да сіз маған дәрігер емессің, дәрігерді қайдан білесің деп жаңағы былайша айтқанда не керек ондай әңгіме, дәрігер болсаңыз айтпайсыз ба деп біреулер жазып жатыр маған. Дегенмен де сіздің өзіңіз емдеп алатын дәрігерсіз. Мен мысалы өзімді, сіз мына жерде айтылып отқан аурудың барлығы да менде болған. Мен соның бәрін өзім емдеп алдым. Мен өзімнің басымнан өтті, өз тәжірибемнен. Мен оны ең бірінші біліммен емдедім. Мен медицинаға барған жоқпын. Білім алу арқылы мен адамда Алла тағаланың беріп қойған құдіретті күші бар екенін түсіндім. Яғни құдіретті күш деп отқанымыз ол адамдағы өзін өзі емдеп алатын мүмкіндік екенін түсіндім. Сөйтіп іздене келе ойымды түзеп, әрбір ісімді түзеп, әдеттерімді түзеу арқылы мен емделдім. Және де осы орайда менің мына женский гельмен және капсуламен емделу туралы видеомда бар. Мен өзім осындай қазіргі шығып жатқан жұрттар фирма десе қорқады, күмәнданады. Мен керісінше фирмаға сенем. Дұрыс фирманы таңдап білу керек. Фирманың заттары жақсы болады, одан қашпай қойыңыз. Сіз барып жүрген, сіз аптекадан алып жүрген дәрінің ар жағында ол үлкен тұрған индустрия, яғни финансовый индустрия. Бұл қазіргі адамдардың барлығы жаппай ауырып жатыр. Бұл осынау 100 жыл бұрын шетелдегі бір адамдардың ойлап тапқан жүйесі.
қазір біздер осындай бір дәрілерді шығарамыз, ертең халық әбден осы дәріге үйренгенде соған зависимый болып қалады. Сосын осы дәріні ішпесе тұра алмайды. Яғни бүгінгі біздің мына шығарып жатқан дәріміз ертең мынандай сахарный диабет деген ауру, жүрек ауруын тудырады деп қазіргі шығып жатқан неше түрлі аурулардың барлығы да сол 100 жыл бұрын жоспарланып қойған. Сондықтан да фармацевтика, аптекадағы дәрілердің барлығына да сене беруге болмайды. Әрине, таңдау өзіңізде. Егер сенемін дейтін болсаңыз, медицинадан емделемін дейтін болсаңыз, емделуіңізге болады, мен оған қарсы емеспін. Бірақ мен өзім өз тәжірибемде өзімді жаңа айтып отырмын ғой, бірінші білім арқылы, саналы ойлау арқылы, салауатты өмір салты арқылы, және де осындай қосымша БАД дейді ғой, биологиялық белсенді қоспалар арқылы емделген адаммын. Сондықтан да өз тәжірибемен бөлісіп, өзімнің каналымдағы қыз-келіншектерге өзімнің кеңесімді айттым. Міне сондықтан да әлі де ойланыңыздар, әлі де менің каналымдағы толық видеоларды қарап көріңіздер. Сол кезде сіздер көп нәрсені түсінетін боласыздар. Ақмоншақ ой дизайнері деген каналды теріп, бірлеп тыңдап түсінетін болсаңыздар, сізге бір жіптің ұшы ұстайсыздар. Содан жайлап өзіңізбен өзіңіз жұмыс жасай беретін болсаңыз, сізде міндетті түрде сізде еміңізге шипа табылады. Сондықтан да сіз дәрігерсіз бе деп сұрақ қойғандарға өзімнің берген жауабым осы видеода. Менің каналыма тіркеліңіздер, байланыста болыңыздар, ізденіңіздер. Мен телефон номерімді қалдырамын. Егер де сізге осы мен айтқан дәрілер керек болатын болса, мен сізбен байланысуға дайынмын. Басқа жақта тұратын адамдар болатын болса, почта арқылы салып жібере аламын. Егер де сол қалада осы дәрінің орталығы болатын болса, сол жердің адресін беретін боламын. Сондықтан да менің каналыма тіркеліңіздер, байланыста болайық. Тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет.